Саламатсыздар ма балалар? Сабаққа қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қандай? Тамаша. Балалар, үйге қандай тапсырма беріледі? Қане кім айтады маған? Айта ғой. Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесі. Қонақтар әңгімесі. Жақсы. Қонақтар әңгімесіндегі әңгіменің тақырыбы не жайында екен? Соны түсіндік пе? Бекарыс не жайында еді? Қонақтардың баласы мен келіні курорттан келген. Иә, келгенін күтіп отыр, иә? Әке шешесі сағынып, балаларны келгенін күтіп отыр. Балалары қайда тұрады? Қалада тұрады. Міне қалада тұрады екен, иә? Олар келмес бұрын әке шешесіне не жіберіпті? Телеграмма жіберіпті, иә? Әке, біз 3 күннен кейін сіздерге барамыз деген. Осы телеграмманы естігеннен кейін қарт бүгін таңертең қалай оянды? Ерте оянды. Күндегі уақыттан ерте оянды. Ерте тұрған сәтте Ерғабыл қарт нені іздеді балалар? Шақшасын іздеді, иә? Сол уақытта кемпір не деп жауап берді? Кемпір оған айтты, менің басым түсіп тұр, мен ауырайын, өлейін деп жатырмын деді. Ал ол кезде Ерғабыл қарт оған айтты, өлсең өле бер. Сен өлсең Байғұлға кемпірді атқырайын деді. Иә, бұл жерде қарт шындығында солай айтты ма, жоқ әлде қарттың бұл қалжыңы ме еді? Қалжыңы болады, иә? Осы шығармада қандай кейіпкерлер бар? Аспандияр, Аспандияр, Ерғабыл қарт, Сапабектің анасы, Бағила кемпір, Тома, Жеңіс, Айтбай шал, Аспандияр әнші, иә? Аспандияр домбырашы жігіт. Тамаша. Балалар, міне сендер кейіпкерлерді еске түсірдіңдер. Онда қазір біз үй тапсырмасы бойынша қанекей постер қорғайықшы. Бірінші топқа тапсырма Ерғабыл қарт қандай кісі? Ерғабыл қарттың іс-әрекеттері осы шығармадағы. Келесі екінші топқа Сапабек қандай бала? Қанекей, жұмыстарыңызды аяқтасаңыздар, қай топ дайын екен? Бірінші топ дайын ау деп, иә? Онда бірінші топ шықсын. Біздің топқа Ерғабыл қартты берді. Ерғабыл қарт салт-дәстүрді сыйлайтын, мейірімді, әзілқой, омыршақ қарт болған. Және ол кісі ерекең ұйықтамаса да көзін жұмып отыруды ұнататын. Таңертең тұрып өз-өзімен сөйлесіп, және мені алғанда мен өлгенде Сапабек ол дүниеге мені жақсылап тұрып жібереді деп армандады. Таңертең шақшасын іздеп кемпірін оятады. Және кемпіріне Бағила кемпірді алып келемін деп әзілдейді. Ерғабыл қарт өз баласын қимады. Тағы біраз боласын деп қимай сұрады. Ол балаларын сағынғаны сонша күнде әдеттегіден ерте тұрып жүрді. Немересін көріп ол тіпті қуанғаннан орнынан тұра алмай қалды. Яғни Ерғабыл қарттың бейнесін осылай сомдадыңдар, иә? Жақсы, отыра қойыңдар. Ал келесі топты шығарайық.
Біз постерді самолет туралы жаздық. Оның әйелі тума орысша сөйлегендіктен баласы жеңісте қазақша білмеді. Ол геолог маманында жұмыс істеді. Ол әрдайым геология мамандығын мақтап айтты. Ол жат халықтардың мәдениетін, дәстүрін, адамдарын мақтады. Ол ауылға келгеннен кейін бір күнде болмай кетіп қалды. Ол кеткеннен кейін ата-анасына ақша беріп кетті. Енді Сапабек Италиядағы кедейлерге жаны ашыды, бірақ ата-анасына жаны ашыған жоқ. Сапабек қалада тұратын. Ол ата-анасына мүлдем қарамады. Ол ауылға келгеннен кейін бір күн Сапабектің анасы балам келгеннен кейін мені алып кетеді деп жүрді. Бірақ ол анасын қалаға алып кетпеді. Жақсы, отыра қойыңдар. Сендер Ерғабыл қартқа қандай тағы да қосымша қандай мінездеме бересіңдер? Егер сендер Ерғабыл қарттың орнында болғанда Сапабекке не айтар едіңдер? Анау ауылға баламды жібер, осы жақтан тәрбиеленсін деп айтатын едім. Иә, негізінде жемісті тастап кетесіңдер ме дегендегі Ерғабыл қарттың айтар ойы осы еді, иә? Ол кішкентай немересін ауылда өскенін қалады. Немересінің ауылда өскенін қалады. Сонымен бірге жемістің бірте-бірте қазақ тілін мүлде білмейтінін де байқадық. Сондықтан да ол өзінің немересінің қазақ тілін үйренгенін қалады. Сондықтан да немересін ауылда оқытқысы келді, иә балалар? Тамаша. Келесі, ал тағы да Сапабекке көңілдері толмаған қандай жағы болды? Ол ата-анасына мүлдем қарамады, және де ол тіпті ата-анасына келуді де ойлаған жоқ. Ол курортқа барайын деді. Ол курорттан келе жатыр. Соңғы Сапабектің тағы бір сөзі бар еді ғой. Мен қатты қорықтым, ауылға барып қайтпаймын ба деп, тез жұмыс басталып кететін уақытта болып қалды деп қорықтым. Әлем дегенде уақыт тауып келдім деді, иә? Курортта болды, бірақ әке-шешесіне келіп, шөп шауып, иә? Иә, ол қалада демалып жатты. Қалада демалып жатты. Екі топ бір-бірімізді бағалайықшы, біз бүгін сабаққа қалай қатыстық? Бірінші топ, екінші топты бағаласыншы. Толықтыратындар бар ма балдар? Жоқ. Ал екінші топ. Екінші топ, бірінші топты бағалайықшы. Қолдарын жоғары көтеріп, кәдімгідей. Көңіл күйлерін көрсетсеңдерші. Бүгінгі сабақта сендер үшін не қызық болды, не құнды болды, және не қиын болды. Қанекей, осы сабағымызды қазір кері байланыс жасап жіберейікші. Жаза қойыңдар. Сендер үшін не осы сабақта не құнды, не қызық, және не қиын болды. Кім дайын? Мери, айта ғой. Екінші сәт. Мен үшін қонақтар әңгімесі қызық болды. Құнды сәт Сапабек ауылға келген, өйткені ата-анасына келіп, ата-анасын қуанту сәті, иә? Сол қызық болды. Қиын сәт постер құру сәті мен үшін қиын болды. Постер құрған кезде сен көп ойландың, иә? Саған іздену керек болды, иә? Қызық болған Төлен Әбдіковтың қонақтар шығармасы. Құнды Сапабектің мамандығы. Қиын постер қорғаған. Жақсы. Келесі. Қонақтар әңгімесіне класстер құрғанымыз. Құнды мен бұл сабақта Ерғабылдың баласы өте өзіне құнды екенін түсінді. Қиын мен үшін ештеңе қиын болды. Бүгін сабаққа қалай қатыстыңдар? Қане, әркім бүгінгі сабақ туралы кім жақсы түсінді сабақты, кім түсінбеді? Міне, соны қанеке, әрқайсың өздеріңді бағалай қойыңдаршы, бүгінгі сабаққа қатысуларың қалай болды? Жоғары көтеріңдерші қолдарыңды. Мен көрмей тұрмын. Түсінбей қалған оқушы бар ма бүгінгі сабақ бойынша? Жоқ. Түсінбей қалған оқушы жоқ, иә? Балалар, үйге тапсырмаларыңыз. Қане, дәптердеріңді аша қойыңдар, жаза қойыңдар. Сәуірдің 26-сы сынып жұмысы
Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесіндегі ұрпақ тәрбиесі. Бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсатымен танысайық балалар. Қанеке, бер қарап отырайықшы. Қане, тақта қарайық. Тақтамен қараймыз балалар. Бүгінгі сабақтың жаңа сабағымыздың мақсаты балалар прозалық шығарманы талдау, шығарманың тақырыбын, идеялық мазмұнын ашу, көркем сөздерді жинақтау, пайдалану, байланыстыра сөйлеу, дағдылардың жетілуіне жағдай жасау, олардың өз ойын жеткізе білу мен іздене білуге жетелеу, оқушыларды ата-ана, туған жер, отан алдында парызды терең түсіне білуге, оны дұрыс өтей білуге үйрету. Енді осы сабақ арқылы біз қандай нәтижеге қол жеткіземіз балалар? Қане қарай қойыңдар. Қандай нәтижеге қол жеткіземіз? Оқып жүрші, оқи қойшы. Зерттеу нәтижесін шығармашылық тұрғыда көрсете біледі, ұсынылған проблема бойынша өз елестерін өз таныстыра біледі, таным әрекеті үдерісінде қарым-қатынас жасау әрекеті артады, және проблема бойынша өз көзқарасына рефлексия жасай алады. Бүгінгі жаңа сабақты балалар қазір кішкене мұқият түсіндіріп жіберейін. Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесіндегі ұрпақ тәрбиесі. Үйге берілген тапсырма дәптеріңізге жазып қойдық қой. Осы қонақтар әңгімесі бойынша балалар не үйрендік біз? Не үйрендік? Ата-ананы құрметтеу. Тағы да? Үлкенді сыйлау. Одан кейін тағы да? Ата-ананы жалғыз қалдырмау. Тағы да? Ата-ананы қуанту, дұрыс айтады. Ата-анаға көп уақыт бөлу. Болашақта, яғни сендер соны ескересіңдер, ата-анаға көп уақыт бөлу керек екен. Және ата-ананы ұмытып кетуге болмайды. Ата-анамыз бізді қайтеді екен балалар? Жақсы көреді, сағынады екен. Тағы да не қосасыңдар? Ата-анаға көмектесу. Мысалы, Сапабек келгенде әке-шешесіне не істеп беру керек еді балалар? Малға шөп шабу керек еді. Бақшасын суарып беру керек еді. Тағы да айта кетіңдерші, қандай әрекет жасау керек еді? Сапабек кетіп баратқанда әкесі не істеймін деп айтты? Қой, малдарға шөп шабайын деді, иә? Сендер оны Сапабектің орнына болғанда қалай жасар едіңдер? Әкелеріңе шөп шабуға көмектесер едіңдер, иә? Ал енді осы Сапабек атасы мен анасының алдындағы парызын орындай алды ма? Жоқ. Орындай алған жоқ, иә? Жақсы. Балалар, онда, яғни біз үйде болашақта осы ұрпақ тәрбиесі қандай болу керек? Болашақ ұрпақты сендер қалай тәрбиелейтін едіңдер? Және өздеріңді қандай жолға қоятын едіңдер? Міне, сол жайында үйден балалар мынандай тапсырма берейін деп тұрмын балалар. Мен қазақ болғанымды мақтан етемін тақырыбында ой толғау жазып келесіңдер. Мен қазақ болғанымды мақтан етемін тақырыбына балалар ой толғау жазып келесіңдер. Неліктен сендер өздеріңнің қазақ болғандарыңды мақтан етесіңдер? Біз ата-анамыз үшін, отанымыз үшін, туған жеріміз үшін өте құндымыз. Біз осы қасиетімізді сақтап қалу үшін не істейміз балалар? Көп қайту керекпіз балалар? Көп еңбек ету керекпіз, көп оқу керекпіз, білім алу керекпіз, иә? Жақсы балалар, онда қош сау болыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.